Этот парень бурят и к казахам отношения не имеет. Он за Россию и за Путина, мы казахи за Украину. Тут вышла ошибочка, я не бурят, я метис. У меня папа француз из города Марсель, а мама итальянка из Неаполя. Я сам переехал в Казахстан и в совершенстве завладел государственным казахским языком. Өлеңоқ примба. Қатыгез қайсы бір сағатта өмірді келеді тастағың, сонда да үмітті жоғалтпа, қаралы күндерден қашпаған, сабыр төзім қыл, өмірің ұлығын жалдаса, өзіңе ойлашы несі өмір, қуаныш қайғысы болмаса. Болса да алдың қыз, артың жар, күнде өмір сүр. Айныма, великий казахский поэт Мухағали Мақатаев. Был бірінші дүние. Во-вторых, я вот сейчас хочу кое-что вам сказать, ну, чтобы некоторые не поняли, давайте я скажу вам на государственном казахском языке. Жалпы сендер Украина, Ресей деп өздерінің қазақтарыңды сүргенді қашан қоясыңдар? Қайдағы жоқ бөтен елдердің көтіне кіру үшін өзіңнің қазағыңды жау көріп, оны бөтен елдің алдында жерден алып, жерге салып, оны мазақ етіп, оны кекетіп, боқтауды, балағаттауды қашан қоясыңдар? Болды ғой, жетеді ғой, болды. Украина мен Ресейдің хайпы баяғыда бітіп кетті ол. Бітті, кетті, қазір басқа нәрсені ойласаңдаршы. Мысалға, Ресей, Украина дей бермей, одан да өзіміздің елде болып жатқан проблеманы ойлаңдар. Қазір бізде қандай проблемалар өте көп. Мысалға, таслақтырсаң жетімнің басына тиеді, таслақтырсаң жесір әйелдің басына тиеді, тағы да таслақтырсаң жалғыз басты ананың басына тиеді, үйсіз күйсіз жүрген қазақтың басына тиеді. Соны неге ойламайсыңдар сендер? Қайдағы жоқ Украина, Ресей деп. Менің видеоларымның астында Украина мен Ресей туралы айтылған жазып жатқан қазекеңдердің 80-90% мені қолдап жатыр. Я, Абзал, дұрыс айтасың, өте мықты айттың. Шынымен де біздің Украинаға мен Ресейге еш қатысымыз жоқ, одан да өзіміздің еліміз ойлайық деген азаматтар өте көп. Сонда солардың барлығы қазақ емес бурят болған ма? Сонда сендер қалай? Ресей мен Украинаның әңгімесіне араласпадың, Украинаны немесе Ресейді қолдамадың деп, өздерінің қазақтарыңды қазақтықтан сызып тастайсыңдар ма сонда? Бұл барып тұрған бассыздық деп ойлаймын. Ойлану керек кішкене. Болды, басты қосу керек. Керек емес. Бөтен ел үшін терлеп, абыройдан айырылып, өзіңнің ұлтыңның, өзіңнің еліңнің, өзіңнің мемлекетіңнің алдында абыройдан айырылудың еш қажеті жоқ. Ол Ресей мен Украина ертең достасады да, ертең достасады олар, осы айтқанды қарадырсыңдар. Достасады да, сосын екі ортада біз кінәлі боламыз. Неге? Біреу айтады, он казахи поддерживали Украину дейді, біреу айтады, от казахи поддерживали Россию дейді. Екі ортада жексұрын біз боламыз. Сондықтан көттеріңді қысыңдар да өздерің елдеріңді ойлаңдар. Жарай ма? Керек емес өзіңнің Украинаны қолдамаған қазағыңды бурят деп, басқа деп, анау деп, мынау деп. Өз еліңді ойла. Көке, қуа бермей өйтті, жарай ма? Давай, аман болыңдар. Да, еще раз, я француз. Привет из Франции.